Қайырлы күн, бізге берілген тапсырманы ерекше бастауымыз үшін біз осы мектептің оқушыларынан сұхбат аламыз деп шештік. Біздің бірінші сұрақ Төлеген Айбергенұлы қай жылы дүниеге келген? Төлеген Айбергенов 1937 жылы 8 наурызда дүниеге келді. Төлеген Айбергенов қай жердің тумасы? Өзбекстан Қоңырат ауданы. Төлеген Айбергеновті қандай өлеңдер білесің? Төлеген Айбергенов өлеңдері бұл адамдар өлеңдері. Төлеген Айбергенов о адамдар біргеумен сендермен, ықыласыңа еш нәрсені теңгермен. Сендер менің бақытымның бұлағы, сендер менің дарыныма жел берген. Өздеріңмен өміршінің бір ястым, жарты құртты бөліп жедім сырластым, дүниеге келгені жоқ жет жүріп. Рақатын олау үшін бір бастым, Гүлістанға айналдырған тақырды, болат қолдар алғыр милар ақылды. Сүйемін мен сендерді, алар демім қалғанша ақырға. Менің үшін бірдей тілің жынысың, көбің ана, көбің аға інісің. Достық өскен, ерлік өскен ортаны, енген сайын кеңей түсер тынысым. Не кездессе өздеріңмен көрмекпін, қарапайым адамдары еңбектің. Барлығында бағыштар сендерге, махаббаттың, маған берсе жер көктің. Қолынан қала тұрса тасқаланып. Сен табылса аспан алып, сен жасаған бақытты көріп тұрып, сені сүмеуіне деген бұл масқаралық. Алдынан көрген емес сол тесіліп, келемін демеумен өрге шығып.